Сәлем достар, сіздермен бірге біз айқайлайық жобасы. Барлықтарыңызды айқайлайық жобасы жаңа жылдарыңызбен құттықтайды. 2022 жылы барлықтарыңызға жаңа бақыт, жаңа табыс алып келсін. Құтты болсын. Құрметті достар, бүгін біздің жаңа жылдық бағдарламада қонақта суперстардың ең алғашқы жеңімпазы I'm Singer, одан кейін ойбай новая волна, жалпы ән байқауының барлығына қатысып бәрінен бірінші орын алып шаршаған азамат біздің досымыз, бауырымыз, әрине Қайрат Өтеков бүгін бізде қонақта. Қош көрдік. Қош келдің. Енді көп созбай ойынның ережелерімен таныстырып өтейін. Бізде бұл интеллектуалды ойын, 7 сұрақ беріледі. Барлығымыздың құлағымызда наушник, құлаққап, ешкімді естімейді. Біз бесеуіміз бір командамыз. Енді бірінші турда 7 сұрақ беріледі. Сен сұрақты алып оқисың. Егерде жауабын білсең, жауабын түсіндіресің, жауабын білмесең, сұрағын түсіндіресің. Жалпы 1 минут өткенше біз барлығымыз бірігіп сол сұрақтың жауабын табуымыз керек. Музыка тоқтаған кезде біз бәріміз мынаған жауабын жазамыз. Егерде бесеуімізге бірдей болатын болса, онда біз жеңіске жетеміз. Жеңіске жетеміз. Мысалға 7 сұрақтың бір сұраққа дұрыс жауап 1 минут бонус. Ол 1 минут бонус деген ол супер ойынның ережесі, оны кейін түсіндіре жатармыз, ол супер ойынға жетіп алғанша. Жалпы түсінікті ғой ережесі, сұрақ жоқ па? Жалпы бір егер жабылып команда болып бір сұраққа дұрыс жауап берсек, ол 30-100 мың теңге болады. Бізге жалпы 7 сұрақ қойылады, егер 7-іне дұрыс жауап берсек 700 мың теңге, сонымен қатар супер ойын, егер супер ойынды да ұтатын болсақ, ол 500 мың теңге. Ал біздің осы 30-мыздың спонсоры ол Мейрам Академиясы. Мейрам Академиясына алғысымызды айтамыз. Сонымен қатар достар, біздің каналға тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, жаңа колокольчикті басып өтіңіздер. Ендеше ойынды бастамас бұрын. Егерде бәрімізге бірдей болып шықса, ұтсақ, бір белгі өшіріп, қуаныш белгісін. Айтсаңыз өшіріп. Айқайлайық та тойлайық. Сеңіз деген бәріміз бірдей істейміз. Қалай қуаныш? Қуаныш белгісі. Негізі әр жобада қатысқан кезде мен бір нәрсе айта кетейінші, құрметті достар, мен Қайрош, біздің Қайрат Өтеков футболды өте қатты жақсы көретін азамат. Мен бір білем, футбол десе ешкенасым жерге қоятын азамат. И мысалы гол салған кезде қандай қуаныш болады ғой. Сөзбен емес, іспен. Енді Криштиану Роналду сияқты секіріп емес. Секіру керек болса айтыңыз, секірейік. Қандай деймін ол? Дейміз ба? Бір айқайлайық та. Айқайласа айқайлайық. Қоштайық, дауыспен қоштайық. Айқайла белгісі. Біздің сенікі сияқты даусымыз жоқ қой, сенің даусыңмен қандай? Қайрат өзі шешсін. Не деп айқайлаймын? Айтшы. Секіргеннің орнына мысалы, Криштиану Роналду мысалы, су дейді ғой. Дұрыс па? Соны бір қолды көтеріп жіберіп, су дейміз болды. Онда бір көрейік. 1, 2, 3. Су! Осы суларымызша көп болсыншы. Құдай қаласа. Ал егерде ұтылып қалса қандай белгі? Тамаша. Отылып қалғанда бір көрейікші. Бірге бәріміз айтайық, давай. 1, 2, 3. Белгінің хиті болды ғой. Қайғы белгісі. Әнші ғой. Екеуімізге зор шығып жатыр негізі. Үш салып отырмын, үшінші дауысы. 2021 жылдың ең күшті өкініші болды ғой сіздікі. Ал, достар, онда былай қылайық. Айқайлайық жобасы, жаңа жылдық бағдарлама. Бізде қонақта Қайрат Өтеков, мен үшін ғана емес, біздің қазақ елі үшін ең бір керемет әншілердің бірі. Сонымен, Қайрош, Қайреке, бірінші сұрақ, айқайлайық жобасы. Дайынсың ба? Бастаймыз ба? Көңіл қандай? Көңіл күй. Су! Бастадық. Кеттік. Кеттік! Ал. Жылдам. Не болды, айта бір. Уақыт кетті. Арктика! Әлшер, Кәрім. Арктика!
Аджика. Арктика. Азия. Аджика. 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 Арктика. Арктика. Аджика. Арктика. 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 Жаураватсың. Арктика. Арктика. Антарктика. Soğuk yer. Антарктика. Антарктида. Стоп. Негізі дұрыс болған жоқ қой? Стоп. Давай, сөйлеспейміз, жазамыз. Жауапты жазамыз. Көрсетпейміз. Иә, түсінген сияқтымыз, но қазір көрейген. Жауап дұрыс болса бірақ. Жауап бізге түсіндірді ғой, егерде. Бір сөзіп, ежелеп қанша сағат жазасыңдар, тез жазсаңдаршы. Бұл сүйретін жауап ғой. Бұның үрдесі ғой. Осы туралы да комментарий жазыңыздаршы. Осы қанатын сүйрет салу туралы. Мен жазудан бөлек сурет сала Қара, аламын. енді Көрдіңіздер ғой. талқылайық. Менің түсінген бойынша ең суық жер, құрлық, материк дейміз ба, қалай былай не қылды. Солай түсінген шығарсыздар барлықтар, Не деп айтты? Бірінші Арктика деп түсіндіңдер сендер, бәрің дұрыс ба? Арктика дедіңдер да. Иә? Дұрыс қой сөйтті ғой. Бірінші сөйтіп түсіндік. Одан кейін Содан кейін барып, енді Арктика емес, мен кейін сол Антарктида деп түсіндім. Антарктида деген жоқ қой, Арктика деді ғой. Мен негізінде сәл осы Арктика мен Антарктиданы кішкене шатастырып алдым ой деймін, өйткені географиядан онша жоқпыз ғой. Ойбой, маған сұрағын оқуым керек еді ғой, мен нормально едім ғой. Ең суық материк деп тұр да? Антарктида ғой. Антарктида. Бірақ мен Сәкеш сенде Антарктика. Антарктика. Ондай дұрыс па ол дұрыс емес па? Қалай өзі? Сен Оқысыншы сұрағын оқсын. жоқ, бірінші білейік те тоқсай. Мен Арктика дедім. Жоқ, сізге сөйтіп айтты Арктика деді. Бірақ ең мұздай, жаңағы ең салқын Мороз. ол жаңағы Антарктида. Салған сүйретін осы. Мороз ғой, Антарктида. Сен не деп жаздың? Мен енді Арктика деп жаза салдым. Мен Соңғы жағында сен Антарктида дедің ба? Антарктида бірақ ең суық материк Антарктида. ең суық материк. Енді мен ол Ең суық ұят болды осы бір. лауреат атағын алған, мен білем Антарктида екен. Айттым ғой. Қан? Жеңілдік па? Жоқ, мақыл ғой. Біз Арктика, Антарктидада мына әжептәуір кәдімгідей мына юрист. Антарктика деген не ол? Ол екеуінің Мен түсіндіріп өтейін, жігіттер. Мен ойладым сен Анталия деп түсіндірудің. Мен түсіндіріп өтейін. өтейін. Арктика деп түсіндім мен. Арктика деді. Бір уақытта битті да жоқ дегендей қылды да мүмкін Антарктика деп түсіндім. Антарктика деген сөз жоқ қой. Антарктида деген Или Арктика, или Антарктида. Жоқ, негізі мен ойнатып жібердім. Басында маған Арктика деген келді да ойыма. Ең суық жер. Қаяқтан білейін. Маған қанатшы бетіме қарап. Мен қайта айқайлап. Жоқ, басында Арктика болды. бір нәрсе айтайыншы. Егер де жауабын білмесең, қайрат, просто оқысаң ең суық материк. Мен мынаған Антарктида деп айтамын. Жауабын білмесең сұрақты. Жауабын Антарктида екен. Ең уақ болды енді, не істейміз енді? Болды ма енді? Жеңілдік па? Өкінбек. Әлі алда 6 сұрақ бар. Қайрат, өкінбек, бізде 7 сұрақтың біреуіне ғана жауап бере алмай қалдық. Бізде келесі кезекте екінші сұраққа көшеміз. Екінші сұрақтың жауабын дұрыс табайықшы. Су деп айтайықшы. Мен балам кеп айта берді, су деп турасын айтады. Айқайлайық жобасы Қайрат Түндековпен бірге екінші сұрақ. Антарктида. Кет. Тасбақа ниндзалар Микеланджело, Леонардо Рафаэль және Сұрақ оқы. Не? Оқы. Жауап. Ей, оқы, ауызбен. Жауап. Уақыт. Тасбақа. Таспақа. Таспақа. Соның 3 аты бар. 4-еу. Рафаэль, Леонардо, Микеланджело. 4-шісі кім?
Төртіншісі. Тасбақа. Не. Черепаха ниндзя төртінші аты кім? Черепашка ниндзя. Кинодағы. Черепашка ниндзя ма? Кинодағы. Черепашка ниндзя. Черепашка ниндзя. Содағы. Ат. Қандай кино? Донателло. Канателло. Канателло. Донателло. Донателло. Иә. Канателло. Төртіншісі кім? Төртіншісі. Стоп. Мәссаған. Терлеп кеттік қой. Мен білмеймін, сол шығар деп ойлаймын енді. Білмеймін. Саған сені ұрайын Ана керек. жерде именно сол так бейдек онда. Енді бұл шоуға келу үшін мультфильм көріп келу керек болды. Көбінесе мультфильм алынып жатыр, Негізі біздің осы сұрақ дайындайтын адам ше, тек мультфильм көрген сияқты. Кішкентай бала емес пе екен, Маған қызық болып тұр ше сол. Не сұрақтар ма? Тек бірақ маған жаңаша мультфильм, мен өзім тек көбінесе мультфильм көремін. Мысалға, Әңгімеңнен байқалады. Симбаның әкесінің аты кім білесіңдер ме? Король Лев. Муфаса. Муфаса. Мамасының аты ше? Мамасы аты Сәуле. Меніңше бұны тапқан сияқтымыз, Сұрақтың мен мультфильмнен екенін примерно түсіндім. Мен құрттым ау. Черепашка ниндзя. Бүйтіп тасбақа деді, тасбақа төртіншісі бір бәле деді. Мен бірақ енді дәнекердің аузынан естігенім бойынша Канателло деді. Канателласы не сен? Білмеймін сол. Менің атым Сені сұрадым. Абайелла деп айтасың ба? Не в тему Канателло? Канателло деген сияқты болдың ғой сен. Маған мен Канателло, Донателло дедің сен. Донателло. Канателло. Микеланджело. Не ал дедің Сәкен? Леонардо. Донателло. Ана жерде Донателло. Сұрақты ғой мен біз Донателло деген. Оқшы сұрағын. Сұрақты Соған оқишы. қарап біз уже. Таспақа, ниндзялар, Микеланджело, Леонардо, Рафаэль және... Донателло. Аш, оқы. Да ладно. Тота оқсын. Қазір көрсетейін, камераға көрсетейін. Жақындатып көрсетсін. Камераны қазір опа. Красава. Негізі осы мен жағында отырған. Несіне қуанып жатсыңдар? Донателло. Қызыл жанып тұр ғой, несіне қуанып Жоқ, былайшы, негізі Канателло Сен деген құртып же отырсың негізі Донателлоға ұқсайды ғой, негізі дұрыс жауап қой. Донателло деп жазайын деп тұрдым да, мен Донателло ма, Канателло ма дедім мен ше. Жоқ, Канателло келмейді да ғой енді. Негізі Канателло болды, бұл солай есі. Ал енді жауабын оқшы. Мына же дұрыс жауап қой, санай салайықшы, өтініш. Жауабы Тоқтаңдар жауабын. Оқыдық қой. Донателло деп Донателло. Мына, Абай, сен Негізі, бүйтейікші, Абай сен ұйымдастырушылар. походу ниндзя Жалпы айқайлайық жобасының ұйымдастырушылары. Мен Мына сұрақты дұрысқа есептей салайықшы. Құрметті режиссер, Сөйтеміз ау деме. жасыңыз үлкен ғой. Өтініш. Канателлоның тағының өзі. Себебі бәрі Донателлоға бір әріп қой. өстік қой негізі Донателло деп енді болады. Жанателло, Бағанағы ошибка менен кетті енді. Дұрыс емес. Арктика дегенім. Осы жолы енді санап жіберсек дұрыс болар еді негізінде. Абайдан бұндай нәрсе шығады деп ойламадым мен. Абай. Жоқ, онда ол естіген. Өз-өзімнен де ондай нәрсе шығады деп мен. Сен ол мультфильм көрмегенсің ба? Сондай ғұлама болып отырып бір әріппен Жоқ, негізі черепашка негізі аттарын айтшы. Ауызбен ғұлам Аттарын айтшы. Төрт черепашка, төртеу ғой. Микеланджело, Леонардо, потом не? Рафаэль. Оқ беріп жатқан. Көріп жатқан жоқ маған. Көрінбейді да, мен көзім ішімен минус. Черепашка ниндзялардың аттары кімдерге байланысты, кімнің құрметтеріне Тө басталды, сіз уақылсыз ғой дәке, сіз өте ақылдысыз. Айтып өтші, білсін алар. Айтшы. Микеланджело деген Бұл ұлы ғалымдар. жазушы, ғалым, суретші Микеланджело деген бар. Жауап беріп жатыр ғой, айтсын өзі, сосын. Жалғастырсаңшы. Ғылыми адамдар қалған ғой. ұлы италиялық. Бәрекелді. Күнтек орнынан тұр, саған бесін. Негізі көзілдір кигендер Судья аламыз ба бүгін? Та, былай енді Қайрат. жоқ, сұрақтың бәрі су болып жатыр мүмкін. Отылдық қой. Весомый нәрсе Мүмкін айтармыз. мен мультфильмдерді көп көремін да, жақсы көремін. Кино, мультфильм. Удай бос екен ғой сен өмірде. Иә, мен киноманмын да. Мен кімнің аты, кім деген сияқты бәрін жақсы көремін. Мен себебі жаңа осы Қайрат айтып отырған кезде мультфильм екенін түсіндім, черепашка уже ниндзя екенін түсіндім да, и еріне қарасам, именно Донателло жоқ болды да. Именно сол артикуля А-О-Ы деген сияқты. И Донателло. Сонда Абай Чипиделді көрмесең, бұны білмесең, қайолды. Ол Чипидел алдыңғы бағдарлама ғой. Мен география оқығам, Антарктиданы.
Дұрыс жазды енді. Не жаңа? Антарктика. Антарктиканы оқығам. Мен Антарктиданы Енді оқығам. былай мақұл. Мен мультфильм көрмеген. Антарктика деген сөз бар. Не давай енді. Негізі Жайны не алдық? Арктика деген сонда не ол? Қай жағы ол? Арктика деген қай жағы ол? Арктикада сол жақ қой. бір, Сол жағы емес па Арктика деген? екінші дауыс алдым мен. -2. Ал достар, былай қылайық. Енді өкінбейік, алда 5 сұрақ бар. 7 сұрақтың екеуіне жауап бере алмай қалдық. Бізде айқайлақ жобасы 3-ші сұраққа көшеміз. 2022 құтты болсын. Жаңа жылдарыңызбен. Баршылық құтты болсын. Қамбар ата, қай малдың пірі? Сұрақ той. Қамбар ата, қай малдың пірі? Кім? Қамбар ата. Қамбар ата. Қамбар ата. Қай малдың? Қамбар ата. Қамбар ата. Қамбар ата. Қай малдың пірі? Сұрақ. Қамбар ата. Қамбар ата. Қамбар ата. Қамбар ата. Қамбар ата. Сұрақ қандай? Қамбар ата. Сұрап тұрмын ғой. Қамбар ата. Қамбар ата. Қай малдың пірі? Жылқы. Мен білем, жылқы. Жылқы. Егер қамбар ата болса, жылқы. Қамбар ата. Стоп. О, үнсіздік. Ух ты. Негізі Жануар болып кетті. Бұл не болып кетті? Жауап жазамыз. Мен жауапты. Жауапты жазамыз, одан кейін. О, жаратушы. Бірінші бәріміз жауап жазып Не аламыз. болып кетті? Ойынның шарты. Ойында Айқай-шудың астына қалайын деп тұрмын мен қазір. Екеуміз қаламыз ғой. не жазамыз қазір? Жаз. Жауап. мә бұны мен енді бәрі біледі деп ойлаймын. Тоқтай тұр, жазсыншы, жаз. Жауап жаз енді бауырым. Мен білмейді екем жігіттер. Осыдан білінеді енді кім екен. Енді Ойпырмай, Шынымен енді. шегірткеден қараған. Қайраш жаз. Жануарды ғой. Любой жануар жазсашы. Жаңа не қылдың? Бірінші жауап жазылсын. Білгенімде Мен қазір өлтіретін жасындар сені. Айван, абай. Өлтіретін жасындар. Ауыр нәрсе бар ма? Короче, мен түсінгенімді жазайын онда. Сендер көрсеткендеріңді. Иә. Жазшы, болды, көрсеткендер. Қарабай отыршы сен сәкен. мен жазып қойдым, қарасам да қарамасам мен жазып қойдым. Енді былай қалай. Мен Мен түсінгенім қатты ұрыспаңдаршы, мен мақұл. 4 Тарихқа жоқ екенбіз ғой. Иә. 4 түрлі. Сұрақ не ал деді? Мен басында негіз қамбақша ал деп түсіндім да, бірақ кейін қамбар ата дедің сен. Қай малдың пірі де. Қамбар ата қай малдың Қай пірі. малдың иә. Мен сол сұрақты қойдым сендерге. Сөйтіп, не дедің? Жылқы? Ай, молодец. Сен не дедің? Тағы да құртты. Барады. Сендер қай малдың дегенмен, қай деген жоқсың сен. Бүйтіп атқан сонда Жоқ, мен бүйтіп ойладым ғой. Мынаның атасы деп мен мынаған бүйтіп атырмын ғой. жоқ, ата. Үшінші рет жеңіл тұрмыз осында біз. Жоқ, сен не дедің? Мен қамбар ата түйе деген малдың пірі деп ойладым. Түйе, сен не дедің? Мен түсінген бойынша негізі жылқы. Қамбар ата қай малдың пірі? Жылқыныңкі, міне. Тура осы Жауабын оқышы. Сұрағын, е? Қамбар ата қай малдың пірі дейді. Оқы жауабын. Жылқы. Таптық қой, енді не болды енді сен Қамбар ата. Осы нәрсені басқа мен сен негізі кішкене. Абай. Мен біліп тұрмын ғой енді, мен пірі деген түсінген жоқпын ғой, сен қызықсыңдар, сендер маған бүйтіп атсың. Мен былай түсіндім, мынаның несі, мен қайда қамбар ата. Сәл бүйтіп түсініп не істейікші, бір жеңейікші. Қарасай маған енді жылқы деп отырып. Жоқ, дұрыс қой, мен соның пірі деп түсініп отырмын ғой. Жылқының атасы. Абай, сен сендер жылқы демейсіңдер ма? Сендер бүйтіп атсыңдар маған. Қамбар ата. Мен сұрақ не істедім? Дұрыс па?
дұрыс па сөйтіп айттыңдар сендер маған жылқы жоқ енді қараса енді қателесетіндей бар иә. иә жылқының атасы деп мен ойладым сөйтіп мен оны білемін ғой қамбар мен ата бағана бір айқайлады қамбар ата дұрыс қой енді сен қамбар ата деп айтып жатрсың қаймалдың пірі жоқ сен оны бүйтіп түсіндірмейсің ба міне қамбар ата кімдікі демейсің ба Негізі жылқының атасы дұрыс қой түйенікі ойсыл қара түйенікі ойсыл қара дұрыс айтасың. негізі Ешкіні кім біледі? ешкінікі ма? Мен білемін десем. ешкінікі пірі дәнекер Ешкінің атасы. Білемін, мен білемін. Милиция. Жоқ, абай сен атыңды ауыстыра салайын. Ешкінікі, шынымды айтшы, ешкінікі білесіңдер ме? Сен білесің бе? Ешкінің атасы. шек ата ма сондай сексек ата Жоқ, не болып кетті? 1, 2, 3. мен өзім мен кішкене жақындап сәкен вообще кетті ғой түйе деп мен мынау не? бұл мәселе бойынша мен өзім ұятты сезініп жатқан жоқпын. Пірі бір сказка ма бір нәрсе ғой жігіттер. Жоқ. Сен жауабын білсең орысша қалай соны таңдаймын да как Жеті ата сияқты нәрсе пірі ғой. деген. Жеті ата мен пірді айналайын Емес, енді төрт түрлік мал. Қазақ малмен күн көрді. Қазір қара, 2 рет мына жақта болады. Мейлі. Пір деген орысша аудармасы қалай? Пери. Бұл жерде ең бастысы Қайрат жауапты тапты, түсіндіре алмады. түсіндіре алмады сен кінәлісің Қайрат бағана Арктика сияқты жоқ қамбар Антарктика ғой. Пірден қарағанда Донателло жақсы деген. Антарктика. Метис. в общем біз мына бағдарламада сәкен екеуміз Бізде бір сұраққа жауап бердік па, бермедік па? Жоқ, қаяқтан үшеуінде де отылып жатыр. Үш сұрақтың Біреуін өзі таба алмады, екеуі мына жігіт неге. енді былай қылайық. Бізде әлде де бірінші бөлім Қайрат жаңа жылдық бағдарлама. 3 сұрақтың жауабын табамадық. Десек те 4-ші сұрақтың жауабын табамыз деп ойлаймын. Мұқият тыңдайық, бұл командаға ең соңғы сен берші маған сен жаңа сен маған менің аузыма қара дедіңіз қамбар ата деп Жылқы дедім мен, жылқы. Наушниктер тағамыз. Мен айттым ба саған жылқы деп? Мен айттым ғой, түсіндің ғой? жоқ жылқы дегенде мен жоқ мынаны түсіндім ғой мен түсіндім ғой жылқы екенін Наушник тағайық та. Құрметті достар, айқайлайық жобасы 4-ші сұрақ. Табайық. Қайрат, табайық 4-ші сұрақ. Жаңа жылдық көңіл күйдімен отайықшы жігіттер. 3, 2, 1. Уақыт. Дударайға ғашық болған Мариямның әкесінің аты Ау! Дударайға қатысқан ғашық болған Мариямның әкесінің аты Дударай Дударайға ғашық болған Мариямның әкесінің аты Дударайға ғашық болған Мариямның әкесінің аты Мариямның әкесінің аты Екош па? Егош па? Екош па? Стоп! Мәссаған. Блин. Мен білмеймін енді қазір шатасса менді тағы ренжімеңіздер. Жоқ. Сен айшысың ғой, бұл әнге байланысты ғой. шатаспаңдар мен что-то Даникер мен сенен қарап не қалдым Ол дұрыс. Мен білімдім десем нап сенбейсіңдер маған. Негізі ше білмеймін бұл жігіт молодец ұнап отырсың. Мен ше вообще. Негізі мультфильмдер бәрін көргенмін. бір нәрсе әсер етті саған. айта бермесең сен мультфильм көрген Симбаның әкесінің аты кім ал деп қоймай қойсын. Мариям Жагор деген ол қазақша. 16-17-ге келген кезі. Жагор деген Қазақты
Dodar деген ғашық болып сондағы Мариямның айтқан сөзі Мен Егордың қызымын, мен Егор деп жаздым. Ой, Егор дедің ба? Егов дедің. Егош дедің ғой сен. Егош дедің ғой сен. Мына жақта ұтылдыға осы жерде. Егош деген адамның аты бола ма? Осы жол тағы бір ұтылдыға осы. Сәкеш? Егор дедім мен. Егор. Лей, сен не алдың? Егор. Не деп жаздың? Жоқ, қайрат. Қазір. Сәл күліп алайыншы. Ал? Сәл шатастық. Сен Егор ма? Егор. Егор! Бірақ Егов дейін деп қалдым сәбім оны. Сен ше? Бұл жерде мен ұрындым енді, жігіттер. Ей, жынды ма? Лейла демеш? Лейла. Бәріміз давай жабылып режиссер мырзадан бір өтініш жасайық. Жоқ, Келген қонақтың құрметіне бір очко берсін. Жауапташы көрейік. Бұл ұстағаннан Ялып тұрмын. Мен көрем де ешкімге айтпаймын. Владимир деп тұрды сізге. Не қошы? Жоқ, енді болар нәрсе. Ё-майо. Не ол? Егош? Неге? Неге Егош? Білмеймін. Егош деп естеді маған. Маған Егош. Егош деп! Орыс қызы. Мен сұрақты оқышым. Сұрақ оқыда, жауабын ашы. Ұят болды мұны тағы да. Додайға ғашық болған Мариямның әкесінің аты кім дейді? Оқы. Жауабымды көрейік пе? Жагор ғой. Негізі Жагор ғой? Егор ғой? Ё-майо. Ол қазақшылап Егош деген Жагор деп кеткен. Бұл Болды. өте... Бір, екі, үш. Қайттық. Режиссер мырза. Болмайды екен мұны. Онда бұлай қылайық. Біздің ойын емес екен. Біздің Сен режиссер атын бұдан қайрош. Қызыл свет Егош өзгертекші. дедім, Қайрош болды ғой, короче. Қайрош. Жарықты өзгертекші. біздің режиссер Қайрош ешкімді аямайыншы. Төртеуінде жеңілгенбіз. Бүгіннен бастап сен Қайрош дейміз, Егош дейміз. Егош. Ертең ана бір мероприятияда кездесіп қалған кезде. Егош! Егош деп шақырыңдаршы мені. Жоқ, енді бүйтіңдерші, кішкене маған сәл білімді адамға қараңдаршы, өтініш. Білімі бар. Мультфильм көрген. Иә, мультфильм көрген. Симбаның әкесінің аты кім? Қоймай қойсын. Былай қылайық, енді достар, енді бұл ойын әрине наушникте өте қатты музыка шығады, біз бір-бірімізді естімейміз. Иә, қателесулер бар, бірақ бізге пікір тастап міндетті түрде каналға жазылыңыздар, пікір тастаңыздар. Тастаңыздар немесе пікір жазыңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Колокольчик басыңыздар. Егер де біздің каналымызға жазылсаңыздар, сіздер келесі шығарылымды басқалардан бірінші болып көре алатын боласыздар. Келесі қонағымызда. Бізде енді қажет 7 сұрақтың 4-еуіне жауап бере алмай қалдық. 4-еуіне жауап бермедік. Кезекте Енді комментарияда ойбой. Жаңа жыл емес, ескі жыл болды ғой. Біз үйреніп қалдық. Қайрат. Негізі маған дейін қонақтар ұтылған кездер болды ма? Жоқ, ешкім Ұтылып. Бірақ саған мынандай комментарийлер келеді. Білесің бе қандай? Өзі әнші бола тұра, Неге Мариямның әкесінің? дайын бола берсін. Почти тауып тұрып, неге сонда Ш деген әріпке Шымкентский ма деп. Егош деп. Егош. Мен айтсам бола ма? Келесі 5-ші сұраққа көшейікші. Айқайлайық жоба. Ойбай. Кет. Уақыт. Жылдам. Оқсай. Екі қошқар. Сұрақты оқы. Қошқар. Екі қошқардың басы. Екі қошқардың басы. Қандай ыдысқа сыймайды. Не ол? Ыдыс. Қошқар. Екі қошқардың басы. Қандай табаққа сыймайды. Екі қазан. Екі қошқардың басы қазанға сыймайды. Мақала не ол? Қандай табаққа сыймайды? Екі бас. Қазан. Стоп.
Болды. Бір. Енді осыны таппасақ, Енді мына ұят болады енді. мен бар ғой сендерге мен вообще бұдан кейін звондамаңдар маған бұндай. Енді сұрақтың жауабы бәрімізге бірдей тапқанмен жауабы дұрыс болса енді. Жауап дұрыс. Онда қарайық. Ойбой. Бетекші, негізі Дұрыс түсіндірдің ба осы жолы? мен Дұрыс болды. нағып екен Сен білмеймін. ек қошқардың басы қазанға сыймайды деген мен түсініп жатырмын да оның аузынан ше. Бірақ мен ол не ол, мақал ма, мәтел ма, не ол? Қандай ыдысқа сыймайды дейді. Қазан емес бұл жерде. Бүйтті ғой, ек қошқар деді, былай ыдысты көрсетті ғой. Мен Екі қазан қошқардың басы дедім, басы. Басы неге сыймайды? Қазан. Қандай, иә. Қазан деп қандай айтпайсың мен сен. Қазан. деп сразу Мен де айтпайсың. қазан. Қазанды түсіндіру керек. Қазан мен де айттым. Қазан. Сразу жауабын білсең, Сәл қайрат. анау. Қазан дей бер. Міне Қиындап суретімен салып, мына екі қошқар бір қазанға бас сыймайды. Міне Қазан сен? Так, жаңа қазан. Қазан. Ал енді оқшы. Жауабын оқы. Біздің режиссердің басында не бар екенін өлі кастрюль болса. Қуаныш белгісі. Жоқ, кәсіл болмайды. Кастрюль шығар е. Қазан емес о негізі. Қазан. Жігіттер, Не ол? кастрюля десең. Қазан! Екі, үш. Осы жол бірден қылдық қой, ә? Қайреке, қайтадан қайрош болып жатсың. Егоштан. Егоштан қайрошқа. Қайроштан Айналып қайратқа. жатсың. Табылған жауапша құрметтеп былай бүйтіп жай қойыншы мен. Жай қойыншы. Мен ше кәдімгі мақал деп жазуға сәлек қалдым ғой. Ек қошқар жоқ, ек қошқардың басы қазанға сыймайды деген түсініп тұрмын ғой. Ол не ол? Ол не болмыз? Сөйтіп жазуыңда Қандай ыдысқа сыймайды деді. Жоқ, қандай деген жоқ қой. Қазанға сыймайды деп жатыр. Қай ыдысқа сыймайды деді. Мен оны бәрін уже Енді қазан екен. Благлек. 5 сұрақтың біреуіне ғана жауап бердік, а? Жоқ, қалған екеуін де аламыз қазір. 7 сұрақтың екеуі бар. Алуға тырысайық. Бізде кезекте Қайрат Түнтековпен бірге жаңа жылдық бағдарлама 6-шы сұрақ. 2022 баршылық құтты болсын. Кеттік. Оқы. Сұрақ Дауыстап оқы. Бір үйдің қыздарына үйленген жігіттер бір-біріне кім? Бажа. Баша. Бажа. Паша. Бажа. Баша. Бажа. Паша. Бажа. 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 Паша. Баха. Бажа. Паша не ол Паша? Бажа. 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 Мына бажа. Бажа. Сұрақ. Бажа. Бажа. По-моему, мына дәнекер. Кинокомпания Ойбай Pictures представляет. Болады қазір. Әншіге қатысы жоқ қой сұрақтың, е? Жоқ. Болды, әншіге қатысы жоқ болса. Бұл сұрақты өте жақсы білем мен негізі. Да? Себебі көп рет сондай жағдай болған бет. Бірақ рет. Біз екеуміз ондай емеспіз ғой, Бұл сұрақты да мен ойлаймын, алдық деп ойлаймын. Сразу су дейміз ба? Онда оқысын да сразу. Онда сұрақты жауабын. Бір өзгерту енгізейікші бағдарламаға. Бірінші сұрақ. Бір үйдің қыздарына үйленген жігіттер бір-біріне кім? Аша ғой. Мен абысын деп қойдым ғой. Бажа. Бажалар. Сенікі қандай? Бажа. Дай бей. Бажалар. 1, 2, 3. Бажасы десең. 1, 2, 3. Мынаны сақтап қоямыз ау. Қуанған соншалықты бажа деп қой. Біз сонда 3 сұраққа жауап бердік па? Бағдарламада шыққаннан кейін. Үшіншісіне жауап беретін болсақ, 3 минут. Супер ойын ғой 3 минут. 3 минут болады ма бізде? Көрдің ба? Жеңіл болып отыр ма? Жеңіл болып отыр. Түсіндің ғой? Мен басында кішкене кірамай отырдым жігіттер. Енді кіріп кеттің ба? Сен енді примерно. Енді болғанда иә. Блин. Тағы бір рет келсек сонда. Біз жолға тағы бір рет келеміз. Бағдарлама біткеннен кейін. Жаңа жылдан кейін келемін. Осы бағдарлама біткеннен Тағы да келем дейді. ертең 1 қаңтар ұйықтамайықшы.
Бүгін ба түнімен ұйықтамай. Осы сұраққа қайтып жауап берейінші, бір жерге барып. Бізде келесі сұраққа көшеміз, болды. Бізге осы шоуымызға үнемі спонсорлық көмек көрсетіп жатқан Мейрам Академиясына алғысымыз шексіз, құрмет көрермендер. Мейрамның академиясы. Мейрамның Академиясы. Академияның мейрамына да алғыс. Және Prime студиясына алғысымызды айтамыз. Осы біздің шоуымызды үнемі сапалы әдемі түсіріп келе жатқан Prime студиясына алғыс! Ой, рахмет, Сәкен, тақ етіп айтып берген. Достар, сонымен қатар біздің каналымызға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, пікір жазыңыздар, кім қалай ойнап жатыр, кімнің интеллектісі, IQ қандай, сол бойынша жазыңыздар. Өтініш, мен жамандамай қойыңдаршы, мен жамандамай қойыңдаршы. Достар, маған ренжімеңдер. Көрермендер, өйткені сөздің ашығы. Мен басында сәл түсінбедім. Оның үстіне сұрақтарды да жөнді түсінбедім. Енді Жоқ, келесі шығарылымда кімді көргіңіз келеді? Қай жұлдызды осы бағдарламада көргіңіз келеді? Оны да комментарийға жазып кетіңіздер. Біз Қай жүргізушіні көргіңіз келмейді сонда? Жігіттер, біткеннен кейін бізді банкет күтіп отыр. Көңіл күйді түсірмейік. Онда былай қылайық, осы 7-ші сұрақ. Мейрам Академиясы бізге банкет таңдап формасы өзгеріп, құлағың ауыстырғансың ба? Мен былай естеймін ғой. Давай, кет. Құрметті достар, бізді бірінші бөлімнің ең соңғы 7-ші сұрақ. Құлағы емес, қоянақын. Ойларыңыз. Керемет, Қайрош. Енді дәмін енді сездің ау деймін, сен тамақ дейді. Несі тамақ? Қазан болып жатыр қызы. На улице снег, у нас снег. 7-ші сұрақ. У нас сегодня снег. Давай, уақыт. Оға. Ең алғашқы алтын адам. Қай қаладан табылған? Қай қаладан? Есік. Алтын адам. Алғашқы. Есік. Айғар. Есік қаласына. Алтын адам, есік. Сұрақ түсінбедім. Алтын адам. Қай қаладан табылған? Есік. Мен сұрақ түсінбедім. Алтын адам. Есік. Стоп. Шынымен терлейтін ойын екен, ә? Мына бір неғып жібересің де? Осыны таппаған адам әрбеді. Айбай. Ал? Абай ада бастасайын. Алтын адам. Мен сұрақты бірде айтайын, мен түсінбедім. Мен бірақ Абайдың айтуымен Алтын адам қай қаладан табылды? Ну да, есік. Сұрақ сондай ма? Алтын адам қай қаладан табылды? Сол ғой? Мен солай Мен түсіндім. себепше бұда қанат былай қарады да, бүйтіп қараған кезде бұда жабылып қалады да. Мен байғұс бүйтіп, бір кәп шете бір жетім қозы ұқсап бүйтіп. Мен ойлаппын анау. Неге ұқсап? Жетім қозы сияқты ана бүйтіп. Мен алтын адам деп жатырмын ғой. Жәнегер есік. Алтын адам қай қаладан табылды? Алғашқы алтын адам. Алғашқы енді. Мен Біреу емес пе негізі? Мен басына алтын адам есек дедім. Алтын адам есек түсінбедім, есік. Одан кейін, есік қаласы. Сен өзіңмен сұрап соң қай қаладан табылды? Соңында есік. Міне. Төртеуіне жауап бермесек те. Дұрыс болмай қалса да Үшеуіне жауап бердік. Жоқ, бесік, кесік. Деген ойдамын. Қорғаны деген шықсашы. Сұрақ оқсын. Ең алғашқы алтын адам қай қаладан табылған? Негізі есік қорғаны ғой білесіңдер ма? Есік бір қаласы. Терезе дейді ғой мынау. Есік қаласынан. 1, 2, 3. Маған рахмет айтыңдар, көрдіңдер ме? Мен ғой таппадым. Я, дұрыс. Абай Абай, таппады. енді атыңа затын сай келді. Енді былай қылайық, бізде 4 сұраққа жауап бере алмасақ та, 7 сұрақтың, Керемет. Қайрат, 7 сұрақтың біз
Үшеуіне жауап берді. Үшеуіне жауап берді. Үшеуіне жауап берді. Нормально жігіттер. 3 минут. Жаңа жыл арасы Басында, нормально. құрметті достар, басында мә Қайрат, Ай, басында дұрыс шын мәнісінде негізі түсінбепсің ғой. Енді Негізі. бізде Қайрат Ренжімеңіздер. дәміне енді кірді. Енді қазір супер ойында Қайрат қазір. Қайрат, Алуға тырысамыз. бізде 3 сұраққа дұрыс жауап бердік, 3 минут бонус бар, 300 мың теңге қоса бар. Енді супер играның, супер ойынның ережелерімен таныстырайық. Енді сен жаңа бірінші турда сен бізге түсіндірдің ғой. Енді біз кезек-кезек 3 минутта саған 4 сұрақ қойып үлгеруіміз керек. Мысалға қара. Қазақстанның астанасы деген маған мысалы сұрақ келсе, сен Барлық шығарымда осы Қазақстанның астанасы басқа сұрақтар. жоқ, түсінікті болу үшін айтып жатырмын мен. Түсінікті болу үшін. Мысалға Эйфель мұнарасы қай мемлекетте? Мысалға да? Деген сияқты. Франция. Сен мысалы Франция, Париж, Голландия деп айта бересің, біреу дұрыс болса. мысалға қазақтың ең алғашқы ханы кім деген сияқты сұрақ болса, сен Жәнібек хан, Керей хан ананда деген кезде дұрыс жауап болатын болса, мынандай біз айта бересің, жазылып Жазылып. Сол кезде біз келесіміз саған сұрақты қоямыз. 3 минутта бізде жаңа бонус деген 3 минутта осы 4 сұрақты саған қойып, дұрыс жауабын табуымыз керек. Түсіндің ба? 3 минут бойы полностью осы 4 сұрақ. Иә. 3 минутта, 3 минут. Егер де ұтсақ 500 мың теңге бар. 500 мың теңге. Ана қосқанмен 300 мың, 800 мың теңге ұтамыз. Не істейміз? Мейрам академиясы ше 700. Жаңа жылға қарсы соны алмасақ ұят болады енді қазір. Енді былай қылайық. Кімнен бастаймыз? Қайрат, Сен кімнен өзің шешші? Кімнен бастаған жөн? Төртеуміз. Былай ма? Жаңа жыл құтты болсын. Қалай? Жоқ, ол былай болғанда былай болды ма, былай болды. Или Мен былай саған бір тегін кеңес беремін, менен бастамай ақ қойшы. Давай Қайрат, бош жаңа жыл. Өз-өзін біледі. Түсіндіре алмайтынын біледі. Көңіл күйді. Бош. Бірінші кімнен бастаймыз? По часовой жүрейік онда. По часовой Абай. Давай. Былай, жарайды. Былай ма? Жоқ, былай қылайықшы. Абай. Былай қылайық. Абай, Данекер, Қанекең И Сакен. Сәкен. Бол. Так, Осылай онда дұрыс емес, Абай былай. біріншісі. Квадратта былай, түп, Мен түп, екінші, иә. Абай. Квадрат болады, иә? Давай, кетті. Ең дұрыс. 3 минут. Айта бер, Мақпан. Әртүрлі нәрселер айта бер. Бізде супер ойын жаңа жылдық шығарылым. Ал, сәттілік. Қайрат Төнтековтен. 3, 2, 1. Крокодилді қолтырауын. Крокодилдің қазақшасы. Қолтырау. Келесі. Бол. Менделеев таблицасында аурум қандай? Алтын. Варианттар айта бер. Жүзік, алтын. Қай айда 28 күн бар? Ақпан, февраль, ақпан, февраль, ақпан, февраль, ай, февраль, ақпан. Не ақпан? Қай айда 28 күн бар? Қай айда? Февраль. Нешінші ай? Февраль, ақпан. Январь. Ақпан. Екінші ай. Январь, февраль. Қазақша. Ақпан. Варианттар айта бер. Я жамбат қой, айта бер варианттар. Қай айда 28 күн бар? Қай айда 28 күн бар? Февраль ғой, ақпан. Қай айда 28 күн бар? Ақпан ғой. Ақпан емес содан. Ақпан. Қай айда 28? Барлық айда. Барлық деш. Жоқ, тоқташ. 12 ай. Сұрақ қандай? 12 ай. 12 ай. Айтсай. 12 ай. 12 ай. Давай. Давай. 12 ай, дұрыс. Наурыз сөзі парсы тілінде нені білдіреді? Наурыз ай парсы тілінде нені білдіреді? Наурыз ай парсы тілінде не білдіреді? Жауыз. Наурыз нені білдіреді? Парсы тілінде. Не ол? Наурыз айы нені білдіреді парсы тілінде? Наурыз ай немен бітеді деймін? Наурыз айы нені білдіреді? Немен бітеді? Наурыз нені білдіреді? Парсы нені білдіреді? Көктем.
Көктем, 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 көктем басы, көктем, Жылдың басы. көктем, жылдың басы, Жылдың басы. жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл деп айтшы, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл көктем басы, жылдың басы, жылдың басы. Жылдың басы, жылдың басы, жылдың басы, жылдың басы жылдың басы, Наурыз парсы тілінде нені білдіреді? Парсы тілінде нені білдіреді? Наурыз айы парсы тілінде нені білдіреді? Наурыз. Жылдың басы. Көктем. Бай. Мәсаң. Уақыт жетпей қалды, шүріп кетті. сәл жетпей қалды ма Сіз болды ғой сәл. Менікі сразу айтайын, мен қиын мен үшін қиын болды. Не сұрақты айт. Наурыз сөзі парсы тілінде нені білдіреді? мен наурыз деп отырмын бағанадан бері. Парсы тілі нені білдіреді? Наурыз, парсы. Мен білмеймін. Жылдың басы. Көктем, жылдың басы, бәрін айтып шықтық қой. көктем дедім мен Бәрін айтып шықтық. Жылдың басы Жаңару. Деп ойлаймын мен. Парсы тілінен деген білмейміз ғой біз. Мен наурыз деген. Мен жауабын аша салайын, жауабын аша салайын. Жаңару шығар сол. парсы тілінде Жаңа күн? Мына жер жылынып кетші. Жаңа күн. Жаңару, жаңа күн. Жаңа күн. Жаңа жыл, какая разница? Енді редакторлар жаңа жылда кішкене жеңілдік бересіздер деп ойлаймыз. Жаңа жыл деген жауап болды ғой, дұрыс па? мен жаңа жылды деп айтып жатырмын көктем дедім Жаңа жыл деген дұрыс. Егер жаңару десе болатын еді негізі. Бірақ жаңа күн ол жаңа күн жаңа жыл. Жауап сәл. Жаңару болса келеді. жаңа деген сияқты Сен бір әнмен айтып Негізі кетсең, может, барып саған Сакеш именно қиын сұрақтар саған түседі. Өмір бұл Бір жігіт білесі істетші. Мен сұрағым міне, крокодилдің қазақшасы. Қолдырауын дұрыс па? Менікі Менделеев таблицасында ау, яғни аурум қандай металл? Аурум. Алтын. Қанеке өзіңіз қай айда 28 күн бар? Мен ақпан деп сөйтсем барлық айда. Барлық айда бар ғой, Барлық айда. мен барлығы деп Ал отырмын. енді жаңа күн болып кетті ма? Наурыз. Негізі, парсы тілінен аударылғандағы. Негізі жаңа жылға Именно сәкенге сондай Қайрат түсіп қалады. жақсы ән айтып берсе, осы айқайлай жобасы режиссері беретін шығар деп ойлаймын біз. Енді былай қылайық. Бізде енді наурыз айы ол мұсылманша жаңа жыл, бірақ бізден о бастан келе жатқан бүгін енді 31 желтоқсан жаңа жыл көңіл күйіміз түсірмейік, Қайреке? Мүмкін ол біздің наурыздағы жаңа жылда мүмкін жеңілдіктер беретін шығар бізге. Соны айтып жатырмын ғой. Қайрат Түдеков біздің наурыздық келесі 2022 жылы наурыздық Келесің Қайрат? наурыздың жаңа жылымызға Иә, келесің ғой. наурыз құтты болсын деп келеміз енді Келесің ба? Ақмол болсын деп сол кезде ұтып кетеді. отызсыз қайтайын деп тұрмыз Бізде бүгін қонақта болған Қайрат Түдеков ең керемет, ең мықты дауыс иесі, әнші Қайрат Түдеков. 1 2 3 Су емес қой. дей салайық та су деп Су дей салайық. просто енді Ойынан ұтылсақ та өмірде ұтылмайық деген ғой Я, достар, айқайлайық жобасы осымен тамам. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жылда әрбір отбасыға жақсы жаңалығымен келсін. Аман болайық, ауырмайық. Келесі кездескенше сау, салам. Көрермендерге 2022 жыл жаңа жыл құтты болсын! жаңа жылдарыңызбен Айқайлайық!